Қайырлы күн, құрметті тыңдаушылар. Бүгінгі біздің дәрісіміз шөлді аймақтардың бедер пішіндері тақырыбына арналған. Мен география ғылымдарының кандидаты Мырзалиева сіздерді осы қызықты тақырыппен таныстырамын. Бүгін біз эолдық процестердің табиғаттағы рөлін, олардың бедерді қалыптастырудағы ерекшеліктерін және шөлді аймақтардағы алуан түрлі пішіндерді қарастырамыз. Бұл тақырыптың жер бетінің дамуы үшін маңызы зор. Бүгінгі дәріс барысында біз бірнеше маңызды тақырыптарды қамтимыз. Алдымен эолдық үдерістердің негіздеріне тоқталамыз. Одан кейін шөлді аймақтардың өзіне тән бедер пішіндерін зерттейміз. Бұдан соң дефляциялық және коррозиялық пішіндерді, сондай-ақ löss пішіндерінің қалыптасуын талқылаймыз. Ақырында аридтік денудациялық пішіндерді қарастырып дәрісімізді қорытындылаймыз. Эолдық үдерістер табиғаттағы маңызды геологиялық күштердің бірі болып табылады. Олар негізінен үш кезеңнен тұрады: желдің әсерінен тау жыныстарының бұзылуы, одан кейін бұзылған материалдардың тасымалдануы және ақырында олардың жинақталуы. Аридті климат жағдайында жел құрғақ және ыстық жерлердегі ең басты геологиялық күш болып саналады. Ол бедерді өзгертуде шешуші рөл атқарады. Дефляция – бұл желдің жер бетінен борпылдақ балшық пен құмды шөгінділерді алып кету процесі. Нәтижесінде шағын ойықтар мен шұңқырлар пайда болады. Коррозия болса, желдің құм түйіршіктерін пайдаланып, тау жыныстарын қажап, тегістеуі және бұзуы арқылы мұнаралар, бағандар немесе саңырауқұлақ пішінді тастар сияқты ерекше құрылымдарды қалыптастырады. Бұл екі процесс өзара тығыз байланысты. Желдің тасымалдау қабілеті өте жоғары. Ол ұсақ бөлшектерді, тіпті шаңды да мыңдаған шақырымға тасымалдай алады. Мысалы, Сахара шөлінен көтерілген шаң Атлант мұхиты арқылы Еуропаға дейін жетеді. Эолдық тасымалдаудың экономикалық маңызы да зор. Жеңіл фракциялардың ұшып кетуі арқылы ауыр минералдар, мысалы, Намибия, Монғолия және Австралия шөлдеріндегі алмас кен орындары шоғырланады. Бархандар желдің бағытына көлденең орналасқан жарты ай пішінді құм төбелері. Олардың асимметриялық құрылымы болады. Жел жақ беткейі көлбеу болып, құм түйіршіктері жоғары қарай жылжиды. Ал ық жағы тік құламалы болып келеді. Мұнда құм өз салмағымен төмен сырғиды. Бұл асимметрия барханның жел бағытымен тоқтаусыз көшіп қонуын қамтамасыз етеді. Құмды пішіндердің бірнеше түрі бар. Олар пішініне, орналасуына және жылжымалығына қарай ерекшеленеді. Бархандар әдетте нағыз шөлдерде кездеседі, пішіні жартай тәрізді және өте жылжымалы. Дюналар теңіз, көл және өзен жағалауларында кездесетін құмды төбелер мен қырқалар. Олар жылжымалы болғанымен, ылғалдылық олардың қозғалысына әсер етеді. Бекіген құмдар болса, шала шөлді аймақтарда өсімдік жамылғысымен бекітіліп қозғалмайды. Löss – бұл сарғыш түсті, қабатталмаған және кеуекті борпылдақ жыныс. Оның құрамына каолинит, кварц және дала шпаттары кіреді. Löss өте құнарлы топырақ ретінде ауыл шаруашылығында маңызды және құрылыс материалы ретінде де қолданылады. Оның қалыптасуы туралы бірнеше теория бар: эолдық, субаэриалдық және топырақ теориялары. Бұл теориялар lösстің желмен тасымалданған шаңнан немесе жергілікті топырақ түзілуінен пайда болғанын көрсетеді. Адырлар – бұл Орта Азия мен оңтүстік Қазақстанда кездесетін аридтік денудациялық бедер пішіндері. Олар бір-бірінен аңғарлармен бөлінген, шағын, жалаңаш төбелердің жиынтығын құрайды. Адырлар тектоникалық көтерілулер мен ежелгі алювиалды жиғыштердің эрозиясы нәтижесінде қалыптасқан. Олар борпылдақ, нашар цементтелген тау жыныстарынан тұрады және биіктігі жүздеген метрге жететін күрделі құрылымдарды қалыптастырады. Тұзды дефляция циклі 5 кезеңнен тұрады. Қабыршықты тұздың пайда болуы, оның бұзылуы, іркілдек тұздың қалыптасуы, желмен ұшып кетуі және нәтижесінде ойпаттың тереңдеуі. Бұл процесс нәтижесінде Қарақия сияқты ірі тұйық ойыстар қалыптасады. Оның тереңдігі 132 метрге жетеді. Тағы да Ливиядағы Каттар ойпаты 134 метр, Қытайдағы Туфан ойпаты 154 метр тереңдікте орналасқан. Эолдық геоморфологияның маңызы өте зор. Физикалық тұрғыдан жел жер бетіндегі дефляция,
коррозия, шаң мен құмды тасымалдау және оларды жинақтау арқылы ландшафтты қалыптастырады. Морфологиялық тұрғыдан ол микроскопиялық үлес бөлшектерінен бастап ірі жылжымалы денеларға және тереңдігі 150 метрден асатын ойыстарға дейінгі алуан түрлі пішіндерді жасайды. Экономикалық тұрғыдан эолдық процестер құнарлы үлес топырағын және алмас сияқты бағалы минералды кен орындарын түзуге ықпал етеді. Бүгінгі дәрістегі ақпараттар Мырзалиева авторлығымен жарық көрген геология, геоморфология негіздері мен лекция кешендері атты оқу құралына негізделген. Бұл еңбек 2025 жылы Өзбекәлі Жәнібеков атындағы Оңтүстік Қазақстан педагогикалық университетінде шығарылған. Қосымша мәліметтер алу үшін осы басылымға жүгінуіңізге болады. Назарларыңызға рахмет.